Батыс Қазақстан облысындағы конденсат компаниясының өндірісінде өткен жылдың аяғынан бері 20 мың тоннадай бензин шығарылған. Ал жуырда зауытта өндірістік қуаты жылына 250 мың тоннаға қауқарлы вакуумды айдау секциясы іске қосылды. Қарашығанақ кенішінің дәл қасынан бой көтерген конденсат зауыты жылына 200 мың тонна бензин, тағы осынша дизель отын өндіреді. Бұл өңірдің жанармайға қажеттілігін толық өтейді. Зауыт қуатына көшкен кезде экологиялық қауіпсіз Евро 5 класты отынның артылған көрші облыстарға қала берді экспортқа жіберуге жағдай бар. Ал жуырда іске қосылған вакуумды айдау секциясы мұнайды бұдан да терең өңдеп, қосымша өнімдер алуға мүмкіндік береді. Бұл деген енді бұрын жартылай шикізат, қазір енді толыққанды өнім беріп жатыр. Бұрын деген тек мазут шығаратынбыз. Қазір мына установкадан мазутты мына секция вакуумный перегонка соған беріп, бұдан гудрон, жаңа вакуумный газовик шығарамыз жаңа. Бұл өнімдер сұранысқа өте, сұраныс көп болған. Жалпы құны 170 миллион долларға жуықтайтын жобаның 70%-ын Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингіне қарасты Қазақстанның даму банкі қаржыландырыпты. 2015-2019 жылдарға арналған индустриалды инновациялық даму бағдарламасы бойынша салынған өндіріс орны еліміздегі мұнай өнімдеріне тапшылықты жоюды көздейді. Компания өткен жылдың аяғынан бері 20 мың тоннадай бензин шығарған. Өндіріс орнының қанатын бұдан да кеңге жаюына импорттық және отандық жанармайға акциз салудағы кейбір теңсіздіктер мүмкіндік бермей келеді. Қазір кәсіпорын басшылығы өз ұсыныстарын үкіметке жолдапты. Биыл зауыт барлығы 418 мың тонна мұнай өнімдерін өндіруді жоспарлап отыр. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Руслан Ғазизов, Хабар 24.